Қазақтың қызын көрінбес деп атады. Осыдан бірнеше ғасырлар бұрын Ресей үкіметіне қарсы соғысқан қазақ қызы туралы білесіз бе? 1775 жылы қазақ даласында бір батыр пайда болды. Ресей үкіметі оның кім екенін ұзақ зерттеп, таба алмағаннан кейін оған көрінбес деген лақап ат берілді. Бірақ та қызығы бұл ер адам емес, бұл қыз баласы болды. Оның аты Сапура Мәтен қызы. Ол өзін Пугачевтың серігі ретінде таныстырып, елді көтеріліске шақырды. Орск, Орынбор бекіністеріне шабуыл жасалды. Ал патша үкіметі оны қорқынышты рух, сиқыршы деп атады. Тіпті оны жын деп те атағандар болды. Бірақ опасыздық бәрін бұзды. Сұлтандар ақшаға сатылып көтеріліс басылды. Одан кейінгі Сапураның өмірі жұмбақ. Оның тек қана аты қалды. Көрінбес. Бұндай жағдайлар тарихта сирек кездеспейді. Бірақ та неге біз оны тарих кітаптарында оқымаймыз? Егер де сіз де қазақ қыздарының осындай ерліктері туралы білгіңіз келетін болса, арнаға жазылып, лүпілдетіп қойыңыз.